Мен жанбасам лапылдап, сен жанбасаң лапылдап, біз жанбасақ лапылдап, аспан қалай ашылмақ деген ұлтжанды өлеңдермен кезінде түрк ақыны Назым Хикмет жырлағандай, халық мүддесі үшін ұлттық мәдениет пен әдебиеттің, білім мен ғылымның туын көкке көтерген зиялы тұлғаларымыздың қилы тағдырлары төл тарихымыздан белгілі. Бұл тарих сахнасында құрылған алаш зиялыларының тәуелсіздік пен ұлт мүддесі үшін күрескен негізгі өмірлік миссиясы деп кейінгі тарихшыларымыз нақты бағасын беруде. Сондай біртуар қайраткерлеріміздің бірі де бірегейі, қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдыздарының бірі Ахмет Байтұрсынұлы. Биыл тау тұлғамыздың туғанына 150 жыл. Айтулы мерейтой қарсаңында тағдыры тарихымызбен үндес ұлт ұстазының өмір белестері туралы тың деректер мен бірсыпыра еңбектері республикалық бағдарламалар аясында баспа беттерінен рухани азық сыйлықтай тамаша мақалалар желісінде жарыққа шығуда. 20 ғасырдың басында қазақ халқы аса ірі қоғамдық саяси өзгерістермен қатар ауқымды рухани жаңғыруларды да бастан кешкендігі төл тарихымыздан белгілі. Ұлт бостандығын аңсап, қазақ санасына демократиялық ойлар салып, алға жетелеуге ұмтылған алаш зиялыларының ерен ерліктері де өлшеусіз. Олардың есімдері мен еңбектері бертінгі кеңес заманында толық ашылып зерттелуіне мүмкіндіктер берілмегендігі де жасырын емес. Әсіресе олардың арасында халық санасын сары масадай ызыңдап оятуға тырысқан осы топтың рухани көсемі Ахмет Байтұрсынұлының да еңбектері де бар еді. 1988 жылдан Ахмет есімінің ақталуына байланысты онан жеткен деректерден бөлек бізге белгісіз біраз қырлары да ашыла бастағаны көңіл қуантады. Олардың ұлт жандылығына, ұлт жолында еткен орасан зор еңбектерінің сиректігі, жабық мұрағат сөрелерінен мұң-мұңдап әлі де болса осы күндері толық зерттеулерді сұранып тұрғандай. Ахмет Байтұрсынұлы халықты сауаттандыру, ұлттық мүдде жолында өз кезінде рухани жол ашып кеткен Шоқан, Ыбырай, абайлардың ағартушылық, демократиялық бағыттарын жалғастырушы, қазақ әдебиеті мен әдебиеттану ғылымының теоретигі, тіл білімінің реформаторы, лингвист, аудармашы, фольклоршы, публицист, сонымен қатар тәуелсіздік бастауы жолында отаршылдыққа қарсы күрескен тұтас бір зиялы қауымның төл басы және көрнекті қоғам қайраткері. Өз заманда сауаттылықтан аулы алыс, қилы заман қазақ даласында халық қамын жеген дәл осындай озық ойлы тұлғалардың өмір сүруі бүгінгі таңда кімді болса да таң қалдырмай қоймайтындығы рас. Ұлт ұстазының бір тұлғасына берілген осыншама қырларын әдебиеттанушы ғалым Өмірхан Әбдіманұлы бір сөзбен былай түсіндіреді. Ахметтің тұлғасы мен оның адамдық болмысынан кезінде Абайдың адамгершілік тақырыбында зерттеген толық адам бейнесін немесе көреген адам кейпін көре аламыз деп қысқа қайырады. Жалпы Ахмет Байтұрсынұлы тұлғасын оның ұлттық рухани жолында еткен өлшеусіз еңбектеріне қарап, өз кезінде білім жолы халық санасын тазартатын ұлы жол деп меңзеген Ұлы Абайдың деңгейімен үндесіп жатқандығын көреміз. Қостанай облысы Жангелді ауылына қарасты Сартөбек ауылында дүние есігін ашқан Ахмет Байтұрсынұлының болашақта ұлт ұстазы, ұлт сөзін сөйлеген алаш арыстары құрамынан көрінерін сол заманда ешкім болжаған жоқ. Бала Ахметті қарапайым өз халқының кемел келешегі үшін демократияшыл ұлт жанды болып қалыптасуына да сол замандарда әкесі Байтұрсынның губернаторлық билік жендеттерінен алған ауыр жазасы әсер еткендігі сезіледі. Мұны әсіресе
бар болғаны 13 жасар бала Ахметтің жүрегінде қалған жарасы туралы өлең жолдарынан ақ байқауға болады. Алғашқы сауатын ауыл молдасынан ашып, білімін толықтыру мақсатында Торғайдағы 2 сыныптық орыс-қазақ мектебінде жалғастырған. Кейін жолы болып, Жолшыбай кезіккен сауда керуенімен Орынборға жетіп, 4 жылдық мұғалімдер даярлау оқу орнында оқуға мүмкіндік алған. Оның ағартушылық саладағы алғашқы еңбек жолдары 1895-1999 жылдар аралығында Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы уездеріндегі орыс-қазақ мектептерінде және Қарқаралы қалалық училищесінде өз жалғасын табады. 1920 жылы Қазақ АКСР үкіметінің құрамына енуіне байланысты Ахмет Байтұрсынұлы Қазақ АКСР халық ағарту комиссары, 1922-25 жылы Халық ағарту комиссарияты ғылыми-әдеби комиссиясының Қазақ өлкесін зерттеу қоғамының төрағасы қызметтерінде атқарған. Ахмет Байтұрсынұлы ғылым академиялық қызметінен бөлек, қазақ қоғамы үшін мемлекеттік маңызы бар шешуші істердің алғы шебінде жүрген саясаткер. Бір мезгілде өзінің жаны сүйген оқытушылық, ұстаздық жолында қол үзбеген ұлы оқытушы. Әсіресе оның ғылым жолында көрініс тапқан еңбек жолдары Орынбор, Ташкент қалаларында, Қазақ халық ағарту институтында қазақ тілі мен әдебиетінен сабақтар беріп, мәдениет тарихы пәндерінен танымдық дәрістер оқығандығын көреміз. 1928 жылы Алматыда Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтының ашылуына байланысты ректордың арнайы шақыруымен осы оқу орнының профессоры қызметінде атқарған. Жақсының хат өлмейді дегендей, алаш мұралары бүгінгі күні біздің ұлттық қазынамызға жаңаша сауат ашудың жолын меңзеген құнды үлгілердің бірі іспетті. Өткен ғасырдың басында сан ғасырға жалғасқан отаршылдық бұғаудан босанудың қам-қарекетін қамдап, мемлекетшілдік ұранын ұстанған алаш зиялыларының арасында Ахмет Байтұрсыновтың ерен еңбегі, ерлігі әрдайым құрметке лайық. Адамдықтың егінін шаштым, ектім, көңілін көтеруге құл халықтың деп Ахмет Байтұрсынұлы өз өлең жолдарында жырлағандай, оның қазақ тілін танып білудегі оқу құралы, тіл құралы атты еңбектері осы күндері қазақ тілі лингвистикасы мен ұлттық ғылыми терминологиясының қайнар бастауында тұрғандығын анық көруге болады. Яғни қазіргі таңда тіл қолданысында кездесетін сан алуан лингвистикалық атаулар мен грамматикалық кейбір сілтеу есімдіктері сол заманда ұлт ұстазының қазақ елі үшін қалдырған асыл мұрасы ретінде әлі күнге дейін өзекті де және өміршең. Оның саяси көзқарасқа толы өмір жолы 1905 жылы Қоянды жәрмеңкесінде 14.500 адам қол қойған, дала халқының жарқын болашағына арқау болатын Қарқаралы петициясына басшылық етіп араласуынан басталады. Бұл айтулы петицияда қазақ даласында жергілікті халықты басқару жүйесіндегі қазақ елі мүддесі мен оның даму болашағын шешуші жаңартылу мәселелері көтерілген болатын. Қазақ даласы үшін осындай өзектілерді талап етуші алаштықтардың батыл әрекеттері сол уақыттағы билік басшыларына ұнамағандығы белгілі. Сол кезден бастап белсенділердің бірі ретінде Байтұрсынұлының қудалаушылыққа толы аянышты өмір желісі көрініс табады. 1909 жылы губернатор Троцкийдің бұйрығымен тұтқындалған Ахмет Байтұрсынұлы алдымен Семей түрмесіне қамауға алынып, кейін қазақ жерінде қалуына рұқсат етілмей, Орынборға жер аударылған. 1910-17 жылдары Орынборда өткен уақыттары Ахмет Байтұрсынұлының қоғамдағы саяси кезеңінің аса құнды шағы деп айтуға болады.
Онда өзінің идеалас серіктестері Алиқан Бөкейханов және Міржақып Дулатовтермен кездесіп, олардың қолдауымен тұңғыш жалпыұлттық қазақ газетін шығарып, қазақ баспасөзінің негізін қалауға жол ашады. Бұл газетте жарияланған мақалалардың басым бөлігі сол уақыттарда қоғамда орын алған солақай саясаттерден, жәбірленуші қара халықтың мұң-мұқтажы, жер және басқа да басқару заңдарына қажетті өзгерістерді меңзеген алаштықтардың ащы шындыққа толы тың мақалалары еді. Ахмет Байтұрсынұлы осы газет баспасы арқылы халықты білім мен сауаттылыққа және өнер мен өнегелікке тәрбиелеу сияқты рухани құндылыққа толы мақала жарияланымдары арқылы тұңғыш қазақ кәсіби журналистикасын қалыптастырушы қырымен де көріне алғандығын байқаймыз. Ахмет Байтұрсынұлы бас редактор болып тұрған қазақ газеті сол кездегі саяси қоғамдық ірі қозғалыстар мен дала халқының рухани санасына үлкен сілкініс әкелгендігі байқалады. Айтулы газет қылышынан қан тамған сталиндік заманда қазақ халқының ұлттық санасын оятып, ұлт-азаттық күреске шақыру жолында өз миссиясын орындаған басылымдардың бірі болды. Соның негізінде кейінгі қоғамдық ортада қоғамдық саяси баспасөзінің маңыздылығын сипаттайтын газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі деген аксиомалардың қалыптасуындағын көреміз. Расында да қазақ даласында 8 ғасырларда ислам дінінің таралуына байланысты араб жазу үлгілері біртіндеп халық қолданысына ене бастағандығы белгілі. Осы арада қазақ тіліндегі барлық дыбыстардың нақты жазылуына көптеген қажетті әріптердің жетіспейтіндігіне қарамастан, күрделі араб әріптері қазақ даласында тіл негізінде қабылданып, қолданысқа түскендігі бар. Ахмет Байтұрсынұлы бұл тұрғыда ұлт жанашыры ретінде бұл тілдің күрделілігін сейілту жолында қазақ тілінің өз табиғатына сай араб тілінің негізіндегі жаңа қазақ алфавитін құрап шығаруға көп еңбектенеді. Байтұрсынұлының осы араб қаріптері негізінде құралған тұңғыш қазақ әліпбиі тек қазақ даласында ғана емес, сол кезеңдерде бүкіл түркі тілдес көршілес елдерді мойындатқан үлкен жаңалық болып, 20 ғасырдың басында Азия халықтары тіл лингвистикасы тарихына төте жазу немесе Ахмет орфографиясы атауымен енгендігі бар. Көркем сөз көңіл тілі, жалаң сөз зейін тілі. Ахмет Байтұрсынұлының қазақ әдебиеттану ғылымы мен әдебиет тарихы жөніндегі тұңғыш көлемді еңбегі 1926 жылы әдебиет танытқыш деп айтылады. Бұл туралы жазушы Сарыбай Мәуленов былай дейді: сан салалы ғалым Ахмет Байтұрсынұлы туған тілдің, туған мәдениеттің басында тұрды. Туған тілдің әдеби нормасын жасады. Бірде-бір бөгде тілдің сөзін қоспай, бірде-бір цитата келтірмей, таза мөлдір тілмен өзі тапқан қисынды баламалары мен әдебиет танысқышты жасап шықты. Расында да мұнда көркем сөз өнерінің табиғаты, сыры мен мазмұны, ерекшеліктері, жанрлығы, жаңа терминдер, сонымен қатар ұғымдар жайлы жан-жақты зерттеулер мен тұжырымдамалар сөз болады. Бұл еңбегінде Байтұрсынұлы ауыз әдебиеті мен жазба әдебиетінің әлеуметтік, қоғамдық мән маңызын ашудан көрі адамгершілік, эстетикалық әсемдікті әуенін талдауға көбірек көңіл бөлгендігін көреміз. Сондай-ақ мұнда жазба әдебиеттегі ағымдар, әдістер туралы ой түйіндер айтылған. Халық мұрасының жанашыры болған тұлғаның әдебиет саласындағы алғашқы зерттеуі Қазақ газетінің 1913 жылы 3 санында жарық көрген Қазақтың бас ақыны деген көлемді мақаласы да соның дәлелі. Онда Абайды қазақ руханиятындағы аса ірі тұлға, ақындық поэтикалық қырлары шебер суреттеле келіп,
Оны өзгеде сан алуан қырларын толығырақ зерттеуді өзінің ізбасарларына аманат етіп қалдырғандығы кейінгі әдеби деректерде көрініс тауып жүр. Аманатқа қиянат жасамай, алаш арыстарының сол уақыттарда өз жауапкершілігімен саналы түрде қолға алған әрбір миссиясы өз уақытында тиянақты ізденімпаздығымен жүйелі түрде орындалып келгендігін Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы дәлелдей түсуде. Жалпы Абай мен Ахмет есімдері қатар келгенде, олар екеуі де туған халқы үшін, олардың білім алуға көзі ашық көкірек ояу жұрт қатарынан көрінуі жолында арман тілектері бір арнада үндескен тұлғаларды көруімізге болады. Ұлылық тек қанмен беріледі дегендей, Абай мен Ахметтің арғы әкелері кезіндегі Тұрсын ханның қыздары Қоңырбике мен Нұрбикеден тарайтындығы туралы деректер де бар. Бұл жерде өз кезінде ел басқарған Тұрсын ханның өзі Абай мен Ахметтің түп нағашылары болып келетіндігі көпшілігімізді таң қалдыратыны сөзсіз. Ахмет Байтұрсынның барлық шығармаларынан көрші халықтардың орыс және қазақ әдебиетін байланыстыратын жаңа тарихи қоғамдастықтың іргетасын қалаған және әдебиеттің жалпы қабатын қалыптастыруға қызмет еткендігін көреміз. Әсіресе оның қазақ даласының фольклоры мен этнографиясын зерттеу жолында баспа беттерінде жарық көрген көлемді жоқтау өлеңдері 1895 жылы Торғай баспасында Қазақтың ырымдары мен мақал-мәтелдері атты жинақ еңбектері соның айқын дәлелі десек артық айтпаған болар едік. Сөз өнерінің көне дәуірдегі үлгілері 15-17 ғасырлардағы жыраулар поэзиясының біразы ақын назарына іліккендігін көруге болады. Олардың арасында Асан Қайғы, Нысанбай жырау, Бұдабай ақын, Наурызбай би, Мұрат, Досжан, Орынбай, Шернияз сияқты көптеген ақын жазушылардың шығармаларының үзінділері кездеседі. Ахмет Байтұрсынұлының есімі 1988 жылдары толыққанды ақталуына байланысты оның әдебиет және ғылым мұраларының өзіндік қанық бояуы мен өміршеңдігі мойындалып, кейінгі ағарту саласында оны ұлт жанашыры, ұлт ұстазы ретінде мойындағандығымызды көреміз. Қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының кейіннен зерттелмей жүрген және бір қырларының бірі музикалық композиторлық қабілеті десек, оған таң қалыспен қабылдайтындығымыз жасырын емес. Өйткені бұл туралы біріміз білсек, біріміз білмейтіндігіміз бар. Профессор Айгүл Исмақова Ахмет Байтұрсынұлының әнді орындаушы ғана емес, ән мәдениеті теориясын зерттеуге де еңбек сіңіргендігін айтады. Ахмет Байтұрсынұлының мұражай үйі директоры Райхан Сақыпбекқызы әңгімелеуіне құлақ түрер болсақ, оның музыкада композиторлық қабілеті болғандығын және қазақ ән өнерінің жинақталып зерттелуіне өз тарапынан зор үлес қосқандығы туралы әңгімелейді. Әсіресе қазақ халқының 500 әні мен күйін жинақтаушы Александр Затаевичтің қорына Ахмет өз тарапынан қазақтың 25 әндері мен 2 күйін енгізген деген дерек бар. Және сол әндердің ішінде Қарғаш, Аққұм, Екі жирен, Қаракөз әндері осы күндері Ахмет танушылардың пікірінше Байтұрсынұлының төл туындылары деп танылып отыр. Өкінішке орай олардың көпшілігіне жеке композитордың өзіне қатысты тың дәйектер келтірілмеген екен. Мүмкін бұл үрдісте сол заманғы саясаттың әсерінен бұл туындыларды сақтап қалудың дұрыс шешімі болған шығар. Бұл орайда Байтұрсынұлының есімін жазуға советтік цензура бойынша тыйым салынғандықтан, оның әндері ұзақ жылдар бойы Ахметтің жеке авторлық туындысы ретінде ғана емес, ол тек халық әндері қатарында жарыққа шығып жүргендігі көрініс табады. Затаевичтің айтуынша, осы әндердің ішінде Ахметтің өзі жаздырған Қаракөз әні Байтұрсыновтың өңдеуіндегі нұсқасы халық арасында кең таралған екен. Көшкенде
Ала менен ауылыңа барушы едім сала менен әридашым түскенде сенесің Ахмет Байтұрсынұлы ақталғанға дейін жарық көрген 1963 жылғы қазақ халқының мың әні кітабының екінші басылымы және Александр Затаевичтің қазақтың 500 әні мен күйі деген кітабының 1931 жылғы басылымында Ахмет есімі көрінбейді. Ол кез әрине Ахмет Байтұрсынұлының Архангельскте айдауда жүргендігі біраз нәрсені түсіндіре кететіндей. Кейінгі кездері Ахмет Байтұрсынұлының көпшілік біле бермейтіні және бір қыры фотоаппаратпен суретке түсіруге деген әуестігі. Бұған Ахмет музей қорында сақталған ақ-қара түсті екен саяқ фотосуреттер дәлел бола алады. Сол кезеңдерде көпшілікке таңсық бұл кәсіптің қыр-сырын танып білу, фотоаппараттың көп таралмауына байланысты екінің бірінің қолына келе бермейтін жаңаша бір кәсіп сияқты көрінді. Ал Ахметтің бұл кәсіпке әуестігінің өзі алысқа бармай-ақ, өзі айналысып жүрген баспа газетіне және түрлі тақырыпты дәлелді түрде қозғауға қажеттілігінен туындағанын аңғарамыз. Өз тарапынан талпынып білуге аңсаған бұл өнер көзі кезінде жаңашылдық беталысы қоғам сұранысынан туындағаны белгілі. Тарихтан білетініміздей, 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында Ресей территориясында кинофото өнері жаңадан етек жая бастаған кез. Бұл кезеңде Ресей империясының толық бақылауына өткен қазақ елінің тұрмыс тіршілігі, зерттеушілердің түрлі тақырыптық танымдық басылымдары сол кездің өзінде көркем фотосуреттер мен ресми баспа беттерінен жарық көріп тұрғандығы белгілі. Ал электр желісімен толық қамтылмаған қазақ даласында бұл саланың кең етек жая қоймауы, жаңа өнердің нағыз мамандарының сирек кездесуі, алаш зиялылары қолға алған баспа беттерін әзірлеуге біраз қиындық туғызғандығы рас. Қазіргі зерттеу дерек көздеріне сүйенер болсақ, Ахмет Байтұрсынұлы басқарған газет басылымдарының өзі өз кезінде заман талабына сай қажетті фотосуреттермен безендіріліп, мақаланың деректілігі мен эстетикалық әсерлігі арттыру мақсатында бұл саланы да өздері меңгеріп алуына тура келгендігі байқалады. Сол уақыттағы табиғи көз жарығына тәуелді және объективі қолмен реттеуді талап ететін күрделі фотоаппараттың тілін бірден меңгеріп кету Ахмет үшін де оңайға соқпағаны белгілі. Бірақ оның күрделілігіне қарамастан, оның суретке түсіру кәсібін бір кісідей игергендігі бізге жеткен жалғыз суреттен анық аңғарамыз. Сақталған суретте Шолпан Ахмет қызы мен Гүлнәр Міржақ қызы Дулатова апайларымыздың бейнесі бейнеленген. Ахмет Байтұрсынұлы фотоөнерді үйренуге деген қызығушылық ықыласының арқасында өз мақсатына толық жетті деп, қазіргі таңда онан қалған дерек көздер арқылы ауыз толтырып айта аламыз. Суреткердің фотокамерасынан отандық тарихымыздан орын алуға тиіс маңызды қоғамдық саяси оқиғалар, күрескер серіктестерінің ұлт мүддесі жолында бастары қауіп-қатерге толы тағдыр тұсындағы кейпі және өзімен талайдан дәмдес аралас азаматтардың бейнелері, сонымен қатар отбасылық өмірдегі қызықты сәттері осы күндері сақталмаса да Ахметтің назарынан тыс қалмағандығына біз шүбәсіз сенеміз. Қазіргі таңда Ахмет мұрағатында тек аты ғана айтылып жүрген ұлт ұстазының таудай еңбектерінің бірі мәдениет тарихаты альбомы еді. Қазақ ұлтының рухани және мәдениетінің жарқын көріністері
құнды фото шежіре суреттерімен әзірленген бұл еңбек өкінішке орай сол кездерде баспаға өткізіліп тұрып қолды болып кеткені аян. Яғни айтулы фотоиллюстрациялы топтамаларының ізім ғайып жоғалып кетуі осы кездері рухани асыл қазынамызда орны толмас оқиға деп айтуға болады. Ахмет Байтұрсынұлының және бір зерттелмей жүрген қырларының бірі оның бейнелеу өнері саласында өзіндік біліктілігі. 1936 жылы Қазақстанның орталық музейіне Ахмет Байтұрсынұлы қазақ бейнелеу өнерінің дұрыс қалыптасуына да өз тарапынан біраз үлес қосып кеткендігін байқаймыз. Музейге ұлттық тұрмыстық заттар туралы кеңес беруші қызметіне қабылданған ол, жұмыс барысында әйгілі қылқалам суретшісі Николай Григорьевич Хлудовпен танысады. Хлудовтың қаламынан туындаған қазақ өмірі туралы бейнелеу туындылары Ахмет Байтұрсынұлы жұмысқа орналасудан бір жыл бұрын ғана авторлық топтама ретінде мұражай қорына қабылданған екен. 1936 жылы жоғарғы губернаторлыққа кезекті есеп беру мақсатында ұйымдастырылған көрмеге Хлудовтың картиналары алынады да мұражайдың ғылыми кеңесшісі Ахмет Байтұрсынұлының сараптамасынан өткізіледі. Мұнда Ахметтің суретші кескіндемелерінің арасынан әйел шаруашылығына қатысты кейбір тіршілік көріністерін қазақ дәстүріне сай емес, ерсі әрі жабайы мәдениетте суреттелгеніне өз тарапынан келісе алмағандығын ашық жеткізгендігін байқаймыз. Ахмет суретшінің жұмыстарын мұқият талдап саралап отырып, олардың ішінде 18-ге жуық кескіндемеге 10 парақтан тұратын ұлттық көзқарастағы сыни пікірлер мен сараптамалар жазған екен. Бірақ бұл сараптамалар Ахметтің кітаптарына енбеген, тек мұражайдың мұрағат қорында ғана сақталып келген екен. Жалпы сурет өнерінде Хлудовтың қылқаламның арқасында қазақтың талай дәстүрі осы уақытқа дейін жеткендігін білеміз. Әсіресе кезінде суретке түсіріп сақтау мүмкіндігі болмаған көш, мал бағу, ауыл тірлігі сияқты дала шаруашылығына қатысты бейнелерді Хлудовтың кескіндемелерінен ғана көретіндігіміз рас. Ахмет Байтұрсынұлы жоғарыда айтылған сараптамасында Хлудовтың кескіндемесіне былайша өз бағасын берген деседі. Суретші Хлудовтың туындыларына жалпылама назар салар болсақ, оның қазақ тұрмысы мен өмірінде мүлдем кездеспейтін, не аса сирек ұшырасатын құбылыстарды бейнелеуге құмар бағыты бірден көзге ұрады. Бәлкім, мұнысы қазақтардың тұрмысын көпшілік жұртшылықтың санасына әбден сіңген қалыпта, яғни оларды жартылай жабайы түрде елестететіндердің ұғымына сай бейнелегісі келуімен, немесе нақты жағдайда бір тектілігі суретші көңіліне жақпайтындығымен түсіндіруге болады. Бәлкім суретші қазақтардың өмірімен үстірт қана таныс, сондықтан оны қалыпты жағдайда бейнелеуге дәрменсіз шығар деген түсініктермен Ахмет Байтұрсынұлы ойын қысқа қайырған жазбаларын көреміз. Ахмет Байтұрсынұлының қазақ елінің жарқын болашағы жолында ағарту және мәдениет саласына қосқан тауда еңбектері осы күндері өз өзектігін жоймаған, өміршеңдігі мен құнды екендігіне тағы да бір рет көз жеткіземіз. Оның энциклопедиялық әмбебап қырына өз кезінде өз әріптестерінен бөлек осы күндерге дейін көптеген ақын жазушылар жағымды ойларын жазып қалдырған біраз естелік пікірлерін көруімізге болады. Ахаң ашқан қазақ мектебі, ахаң түлеткен ана тілі, ахаң салған әдебиеттегі елшілдік ұраны, 40 мысал, маса, қазақ газетінің 1916 жылдағы қан жылаған қазақ баласына істеген еңбегі, өнер, білім, саясат жолындағы қажымаған қайратын біз ұмытсақ та тарих ұмытпайтын істер болатын. Оны жұрттың бәрі біледі. Оның шындығына ешкім дауласпайды деген Мұхтар Әуезовтің асыл сөзімен
Бүгінгі көрсетілімді аяқтаймын. Назарларыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.